Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушылар. Бүгін біздің тақырыбымыз суық қару. Пышақты суық қару ретінде жіктеу критерийлері. Пышақ материалының тығыздығы, өткір қайралуы, пышақ пен сабының ұзындығының ара қатынасы, ену тереңдігі, пышақ пен саптың арасында пластинаның болуы, қан арнасының болуы, пышақ тістерінің саны, тағы басқа. Егер сізде пышақ немесе соған ұқсас нәрсе болса, оны сарапшылар ғана суық қару екенін анықтай алатын есіңізге сақтап алыңыз. Суық қаруларына қойылатын талаптар Ішкі істер министрлігінің 15 жылғы 16 наурыздағы бұйрығымен 4 параграфта көрсетілген. Бұйрыққа сәйкес затты қару жараққа жататындағы туралы сұрақтар туындаған жағдайда криминалистік тексеру сынақ тағайындалады. Суық қаруға жатпайтын заттарға азаматтық қолданыста шектеулер қойылмайды. Сонымен, сізге ас үйлік немесе туристік пышақты, сондай-ақ кәде-сый пышақтарын сенімді түрде алып жүруіңізге болады. Алайда, егер тәртіп сақшылары азаматтан суық қаруға ұқсас затты тапса, онда адамды ұстауға құқығы бар. Сонымен қатар, сол затты суық қару жататындығын анықтау мақсатында алып қоюға құқылы. Осы жерде затты алғаны туралы акт толтыру қажет.